Ақтала районы. Ақтала районы, о. Құтты берекелі болсын. Жақсылықтар қайда болсын. Бұл қайсы район? Қошқыр районы. Мабрук. Алла игілік берсін, жақсы қызмет қылып беріңіздер. Бисмилла. Бисмилла. Алла разы болсын. Кейкі. Лейлек. Қара. Мабрук. Жақсы қызмет қылып беріңіз. Ара районы. Машинаңыз. Бұл жақа? Болды. Машинаңыздардың алдына тұрыңыздар. Салам алейкум. Қандайсыз? Манас имам қатматы, рахмат. Деніңізге, мекеніңізге жақсы қызмет қылып беріңіздер. Ішіңіздерге керек. Еліңізге зияда болсын, рахмат сіздер. Алла разы болсын. Мен қолдарың армап қояны. Деніңізге, мекеніңізге жақсы қызмет қылып беріңіздер. Абдулпар құтты болсын. Машалла. Икрамдамла, ассаламу алейкум. Қандайсыз? Абдулпар құтты болсын. Мекеніңізге, деніңізге жақсы қызмет қылып беріңіздер. Сіздерге Құдай шүкір құтты болсын, Қана тақсырыңызда бір құттықтап қойыңыз. Тақсырым? Қандай жақсы? Құдай Таалам құтты болсын, берекелі болсын. Еліңізге, жұртыңызға, деніңізге жақсы қызмет қылып беріңіздер. Егемендүү мамлекет, дин егемендүүлүгүндө мына жашап жатабыз. Кудайга миң мертебе шүгүр. Мына бүгүнкү күндө дагы мамлекет тарабынан дин тутуу эркиндигине дагы эбегейсиз жакшы шарттар түзүлүп жатат. Мына ошонун бири бүгүнкү саамалык болуп эсептелинет. Бүгүнкү күнгө чейин биздин молдекелерибиз, казекелерибиз, имам хатиптерибиз, муфтилерибизге дагы абдан жакшы бир шарттар түзүлүп, коомчулукка агартуу иштерин жүргүзүүдө дагы мамлекет тарабынан колдоолор болуп жатат. Биз бүгүн ушул Кудай Таала тарабынан берилген бул неаматтарды туура пайдаланып, ага ээ чыгып, бизден кийинки келе турган урпактарга ушул чоң аманатты биз тапшырып беришибиз керек. Мамлекетибиздеги 40 райондун баш имам хатиптерине автоунаа белектери тартууланып, анын ичинен мына бүгүн 20 райондун баш имам хатиптерине бул автоунаалар берилип отурат. Кудайым буйрса, мындан ары дагы ошол биздин облустагы казекелерибизге, калган райондорго дагы ошол жакшылык иштери алдыда турат. Жогоруда Азамат Маматович айткандай, ушул биздин өлкөбүздөгү дин жолунда, Куран жолунда, дин жолунда кызмат кылып аткан имам дамлаларыбыздын ишмердүүлүгүн жанданыш үчүн журт башчыбыз тарабынан дагы ушул айлык маселелер каралып, буйрса жакын арада бул маселелер да чечилүү алдында турат. Эми урматтуу дин кызматкерлер, биз ушул аманатты аманатка бекем болуп, талыкпастан күнү түнү иштеп, элибиздин, журтубуздун келечек урпагыбыз үчүн жакшы кызмат кылышыбыз керек. Алган белеңиздер куттуу, берекелүү болсун.